Рус салдырысына ақламаға тырышты ве ишғалны дестекледі. Ишғал етілген Қырымда Рус сенаторы Ольга Кавитидиге 11 ел апиз жазасы үкімі чықарылды. Шымдылік ғияби шекілде. Қырым мұхтариетінің прокуратурасының берген мәліматларына көре ишғалжы мемур өзінің чықышуларында Рус арби жинайетлеріні инсанлыққа ве Украинаға қаршы жинайетлеріні дестеклеп, ачық шекілде Рус ишғалжы аскерлеріні құртарыжылар деп адландырып тешек көретеді. Кавитиди Украина балаларына қаршы спекуляциялар япқанынен деме шур. О ишғал етілген Мелитопольден Қырымға қанунсыз жекетірілген Украин балаларыны созде ватан берберлік тербиелері или Рус балаларына чевермек керек олғаныны білдірген еді. Основным заданием, домашним заданием для всех нас, политиков, законодателей, всех взрослых людей является направление, которое является чрезвычайно важным, самым социально значимым. Это повышение авторитета Родины, Отечества, семьи, родителей, власти. Ишғалден евел Ольга Кавитиди Қырым Юқары Шурасының депутаты еді. 26 февраль 2014 сенесі Украина бірлемлігі үшін өткерілген күтлеви митингте о парламент бинасы янында тұрып Украинаға садақат емінлері етеді. Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог вести свои войска. Амма не үшіндір Қырым Юқары Шурасы Рус ишғалжылары тарафындан ишғал етілгенінден соңра Кавитиди тезден русларға қоллық етмеге башлады. Бұның үшін оны Ярамаданның ишғалжы елбасшысы Сергей Аксеновның муавины оларақ тайынледілер. 6 елдан соңра есе Кавитиди озуде иштирак еткен 15 000 кишілік митинг себебінден Милли Мәжлис рейсіне қаршы açылған давада қабатлайыcı тараф үшін шатлық етті. Санкидерсын Украина махсус хизметлеріне Рус девлет сырларыны бергені үшін 16 ел апиз жазасы. Қырымның ишғалжы юқары махкемесі Ялта сакинаны девлет хайыны деп таныды. Белі олғанына көре сөз Юрий Ламенко ақта кете. Қырым ишғал етілмезден евел о семейіз мемориетінің елбасшысы еді. Ишғалжылерінің фукырынже Санкидерсын Эрадамда 2017-18 сенелері ишғалжы ФСБ хадимлері ақында малюмат топлап, сақлап Украина йолла екен. Сөзде Қырым 2014 сенесі ишғал етілгенінден соңра Ялтаға көчкен ве базы малюматларға көре Ялтаның украинлілері адында тешкілятны идаре еті екен. 2019 сенесі се Единая Россия партиясындан Ялтаның ишғалжы ерлі шурасына депутат оларақ сечілді. Ама бұл арнен берабер Санкидерсын Украина тарафтары тешкілятны идаре еткені себебінден 2021 сенесі евіне ишғалжы көветчілер тынтувнен басып керділер. Хатырлатамыз ки кечкен авта ишғалжылер кефе сакинini тұтқанларына дайыр хабер берген еділер. О Санкидерсын Украина арбилеріне Рус арби учақларының парчаларını хырсызлап йолла екен. Ишғалжылер Қырым ишғалінің 100 жылығыны қайд етмеге ниетлене. Қырымның ишғалжы юқары шурасы кележексене март айында тақзим етежеклері медаліні қабыл еттілер. Рус ишғалжылерінің елінден бұл сөзде мүкефатларны руслар, эжнебилер ве ватандашлығы олмағанлар алажақ. Бұл ақта Қырымның сөзде Девлет шурасының ишғалжы спикері Владимир Константинов білдірді. Қырым ишғали вақтында ве хусусан сөзде референдум девамында хизмет көстерген, яғни қырымлыларны тақип еткен, өлдірген, басқалар япқан Рус арбийлеріні, аскерлеріні ве ади хайынлеріні жесарет, жесүлік ве қараманлық үшін тақдирлемеге істей екенлер.